Сәлем достар, қазір яблочный пирог жасайтын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып алдық. Енді осы жұмыртқамыз 2 есе көтерілгенше миксермен жақсылап араластырамыз. Мінекей жұмыртқамыз 2 есе көтерілді. Енді шетінен ақырындап қантымызды салып араластырамыз. Мінекей массамыз 2 есе көтеріліп, ағарғанша жақсылап араластырып алдық. Енді сүт және сары майымызды саламыз. Енді осы массамызды біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Мынау бізде 1 лимонның цедрасы, алдын ала үккіштен өткізіп алдым. Осы 1 лимонның суы және де бізде ұн мен разрыхительді қосамыз. Осыларды жақсылап араластырып аламыз. Бірінші кішкене былай қоспай араластырып аламыз, әйтпесе ішіндегі ұн шашырайды жан жаққа. Массамыз дайын. Енді осы массамызды формамызға құямыз. Формамызды бағанағы ертіп алған сұйық маймен майлап алдым. Сосын жаңағы формамызға жабысып қалмас үшін кішкене ұн сеуіп алдым. Қаласаңыз пергаментный бумага төсесеңіз болады. Массамызды құямыз. Массамызды құйып алдық. Енді алмамызды саламыз. Алмамыздың қабығын ашып, қалауынша турап, қалауынша салсаңыз болады. Алмамызды салып алдық. Енді алдын ала қызған пеште 180-190 градуста беті қызарып піскенше 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті. Пеште пісу уақытын әркім өзінің пешіне қарай қояды. Менде 25 минутта пісіп шықты. Беті осылай қызару керек. Және де зубочисткамен тексерсеңіз болады пісіп-піспегенін. Қазір әбден суығанын күтеміз. Мінекей пирогымыз әбден суығаннан кейін формасынан шығарып, осылай кесіп алдық. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте нәзік әрі ерекше дәмді. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!